Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін мен Арылбек өзіңізбен Америка және мен бағдарламасын бастауды жөн көрдім. Себебі осы бағдарламада сіз жалпы Америка туралы, ол жақта оқу туралы, ол жақтың пайдасы туралы қызықты мәліметтер білетін боласыздар. Басты мотивация мен үшін бұл Америкадағы алған өзім инсайттар, жақсы өзгерістер және шетелге шығудың пайдалары мен қауіптері туралы, туған елге өзгеше көзқарас, тәуелсіз болу және тағы да басқа қызықты пайдалы ақпараттармен бөлісу негізгі ниетім. Бір ерекшелігі осының барлығын өзімнің шынайы өмірімнен, өзімнің басынан өткен оқиғалармен негіздеп, барынша шынайы жеткізуге тырысамын. Бұл жақта қалай айтсам болады, Америка оқуға кетуден бастап елге аман-есен оралуға дейінгі арасындағы осындай маңызды сабақ болатын, яғни пайдалы ақпараттармен, инсайттармен бөлісуге тырысамын. Кеттік қой. Енді осы бағдарламаны бірнеше бөлімдерге бөлуді жөн көрдім. Осы бірінші бөлім Америкаға қалай кеттім, қалай басталды, сол туралы айтатын болам. Бұл видеоларда мен ар жағын, яғни инсайт дейді ғой, яғни бұл сіздерге де, яғни Америкаға оқуға қызығушыларға да, жалпы осы Американың өміріне қызығушыларға да, баласын оқуға жіберушілерге де сондай бір пайдасы болар дегенмен қосымша мәліметтерді айтатын болам. Енді неге, қалай, Америкаға неге кеттім, қалай кеттім? Осы үлкен сұрақтарға жауап беру үшін біз негеден бастаймыз. Негеге үңілу үшін жалпы шетелге шығушы адамға ескеру керек нәрселер әрине ол ниет және тәуекел ету деп санаймын. Мен Америкаға кетпес бұрын қалай кеттім және осы сізге бір қызықты жағдайды айтатын болам. Әрбір атақты хадис бар, әрбір амал ниетке байланысты, яғни сіз ниет етсеңіз соған жетесіз, соның сауабын аласыз. Қызық, иә? Яғни менде Америкаға, значит, менде ниет болған. Бір тікелей болмаса да бір жанама ниет болған Америкаға кетуге. Мен ойлап отырсам, осы видео жасау барысында да маған ойға келді. Оказывается, мен Лондонда жүрген кезде менде сондай бір қызығушылық болған екен. Яғни Лондонда жүргенде мен бір мексиканстарды көріп, енді Лондонды білесіз ғой, мен Жаңаөзеннен жабайы қазақ былай шыққанда. Мен Алматыда оқып жүрдім, бірақ сонда да Лондон басқаша, мен үшін шок болдым. Оның үстіне жағында мексиканстарды көрдім, мексиканстар қаралау келген. Сосын да менде ой кетті да, бұлар да сонау мұхиттың ар жағынан келіп, мен сияқты жазғы оқуын оқып жатыр. Бұлардың елі қандай екен деген сияқты менде бір сондай қызығушылық болды да. Енді сізге бір қызық айтайын, осы ниет тұрғысында. Ниет жүректің қандай да бір істі атқаруға бағытталуы және сол істі атқаруға шешім қабылдауы. Бұны алаш айнасынан алдым. Енді қарап отырсаңыз, жаңа Лондонды алатын болсақ, менде сондай бір қызығушылық болды, яғни жүрегімен шешім қабылдаған шығармын сол кезде. Алла тағала мүмкін соны ескеріп мені сол Мексика жаққа асырып жүрген шығар. Қызық, қарап отырсақ, мен әрине бұл жерде әуелі Алла барлығын толық білуші, екіншіден маған көмектескен, ата-анам барлығына себепкер. Бірақ осы ниет, ол қайтпесін, ол ниет әсер етеді біздің нәтижемізге. Яғни Лондонда алдық та, енді қарап отырсақ, менің тіпті мектеп оқу уақытында мен 10-шы сыныптан кейін Лондонға, мана айтып отқан Лондонға кеткен болатынмын. Енді қазбалай берсек, менде Лондонға баруға бір ниет болған. Тікелей болмаса да жанама ниет болған. Қарап отырсам, менің Лондонға баруыма менің ниетім, ол мен ағылшынға тіліне деген қызығушылығым, ағылшын үйренуге дейін. Яғни Лондонда 3 апталық ағылшын тілін оқыту бойынша бардым сол жақта. Мен ойлаған жоқпын оқып отқан. Мысалы, әкем мені жіберді Лондонға оқуға. Яғни менде бір мектеп уақытында ағылшын тіліне деген қызығушылық бар еді. Сондай бар. Тіпті орыс тілінен қарағанда мен ағылшын тіліне сондай бейім мен үшін жеңіл көрінетін еді. Енді ары қарай қазбалайтын болсақ, ағылшын тіліне, яғни бәріміз білеміз, мазар, фазар, бразар, ваза, қазы деп кетпей қойын енді.
мысалы ағылшын тіліне деген қызығушылық менде сол бір кітапты кішкентай кезімде бір әлі есімде қазірге дейін бір текстті бір мәтінді оқыған болатынмын ағылшын тілінде де жүргізіпті. Сол кезде бір кайф алдым ба, содан бір миым содан бір птичка қойылды ма, ағылшынға тілге деген қызығушылық сол кезде басталды да мүмкін. Яғни оқудан қарап отырсаңыз, Алла тағала Құранда ең алғашқы аят оқы деп келген. Қарап отырсаңыз оқудан кетті қызығушылық. Америкадан бір шықтым да. Одан кейін Аллаға шүкір Америкада оқу нәсіп етті. Одан жемісін көріп жатырмын қазір. Сондықтан жалпы білім алу барысында және айта кететін нәрсе бұл сапар шегу үлкен, тіпті сонау ғұламаларымыз көбі сапар шеккен екен ғылым алу. Осы білім алу барысында осы сапардың, яғни қиыншылықтың маңызы зор екен. Яғни сен қадірлейсің да жаңа білімді. Жарайды, оны көп созбайын. Не керек, осы ниет айтқым келген, осы ниет маңызды. Сондықтан өздеріңіздің қызығушылығыңызға, ниетіңізге айтады ғой, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан дейді. Яғни сіздің қызығушылығыңыз, ниетіңізге сай үлкен мақсат қойыңыз, үлкен ниеттер қойыңыз. Мысалы сіз инженер болғыңыз келеді, мысалы машиностроение, сол жаңа инженер. Сіз тек гаражда жасауды ойламаңыз. Мысалы сіз Америкада, мысалы бір далада корабльде кетіп бара жатыр, мысалы басқа үлкен бір адам фантастикасы жоғары ғой. Мысалы телевизорден көруіңіз мүмкін, естуіңіз мүмкін, соған қызығушылығыңыз. Өзің қызығушылығыңызды кесіп тастамаңыз, соған дайындалыңыз, соған қызығыңыз. Сол. Енді екінші маңызды нәрсе шетелге шығушыларға, жалпы шетелде оқушыларға ол тәуекел ету. Мысалы сізге бір мысал айтып берейін. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның кезінде, оның заманында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединаға хижрет дейді ғой, сондай жасайды екен. Барған кезде оны Мединадан халық күтіп алады, әрқайсысы әртүрлі сыйлықтар беріп жатады. Сол кезде бір ана, яғни өзінің баласын беріп жібереді екен пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға. Яғни өзінің баласы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қызметінде болсын, дамысын, өссін деп, былай қарап туған баласын қиып беріп жібереді екен, соның қызметіне. Мысалы ата-аналар бар ма сондай? Мысалы сондай ата-аналарды батыр ата-ана деп айтады екен. Яғни өзінің баласын қиып, білім алсын, адам болсын деп шетелге жіберуді, бұл мен ойлаймын әкемнің үлкен батырлығы деп ойлаймын, есептеймін. Түсіндіңіз ғой, екі нәрсе ниет және тәуекел ету. Яғни қаржылай болсын, материалдық болсын, уақытпен болсын тәуекел ету Алла жолында. Яғни былайша айтқанда жихад дейді, осы білім жолында сапар шегуде, бұл білім жолында жихад деп айтылады. Солай. Қызық па? Тәуекелді айттық. Яғни Алла тағала бізге не дейді тәуекел туралы? Егер бір іске бел байласаң, Аллаға тәуекел ет. Сөзсіз Алла тәуекел етушілерді жақсы көреді дейді. Яғни біздің мақсатымызда Алла тағаланың разылығы емес пе? Алла тағаланың жақсы көретін құлдарынан болу. Әрине бұл Америкаға оқу қатысты болмауы мүмкін, бірақ негізінде осындай заттар көп айтылмағандықтан мен осыны ашып айтуды жөн көрдім. Яғни біздің ниетіміз Алла тағаланың жақсы көретін құлдары болу. Қарап отырса, яғни ол үшін не істейміз? Ол үшін амал жасаймыз, бір ізгі амал. Ол үшін бізге ізгі ниет керек. Ол үшін қызығушылық, ол үшін еңбектену керек, оқу керек. Қарап отырсаң, бәрі бір-бірімен байланысты. Солай. Енді неге ниет мәселесін, тәуекел мәселесін жалпы қозғадық. Сізге қызықты болды деген үміттемін. Енді қысқаша қалай деген сұрақ. Жалпы қалай дейтін болсақ, қорытындылай кетейік. Мен Америкаға баруым қалай болды? Оқудан қызығушылық туындады. Қызығушылықтан дайындық басталды, яғни курстарға жазылу. Дайындық барысында маған қиындықтар болды. Сабыр еткен шығар, мүмкін сабырлық қажет оған. Яғни үмітіңді үзбеу керек. Болды, ағылшын оқымаймын, тасташы, дым шықпайды менен деп, ондай болмайды. До конца. Содан кейін енді сөйтіп жүрген бала не істейді? Мысалы, мектеп бітірген бала өзінің ниетіне, қызығушылығына, дайындығына сай, өзінің арманына сай әлемдегі мықты деген университеттерге құжаттарын тапсыру керек. Қандай құжаттар қажет, критерия қандай болу керек, соларды біліп алғаннан кейін, соған мысалы IELTS болсын, TOEFL болсын, соларды тапсырып дайындап,
қарапайым, яғни посольство, Американ посольствосына сайттары бар, соған визасына тапсыру қажет. Сосын мысалы бір жерге барған сияқты билет алып, паспортыңызды алып, жаңағыдай шетелде орта болса, бір қазақтар болса, мүмкін сізге көмектесетін адамдар болса тіпті жақсы. Сосын барасыз, орналасасыз, бисмилля деп бастай бересіз. Бір ескеретін нәрсе, бұл мана ең үлкен ниетіңізді ұмытпаңыз. Бұның шетелге білім алып шыққан адам, шығушы адам, бұл негізі шынымен мысалы білім алам, жақсы білім алам десең, бұл сауабы үлкен нәрсе, сондықтан сіз үлкен жолдасыз, сондықтан бұл немқұрайлы қарамаңыз, барыңызды салыңыз, шетелге шығатын болсаңыз, барынша білім алыңыз, еңбектеніңіз. Және осы қалай түсуге болады дейді ғой, жаңағыдай. Кейбір оқушылар айтады ғой, Америкаға қалай түсуге болады. Мен оларға айтар едім, инсайт мынандай. Егер сіз Америкаға неге түсу керек екенін білсеңіз, мысалы шетелге неге шығу керек екенін түсінсеңіз, яғни шетелге шығудың, сапар шегудің сауабын, өзіңіздің үлкен арман мақсатыңыз болса, сіз қалай деген сұрақ сізге қатты мазаламау қажет сізді. Автоматически ол бисмилля деп кіріскеннен кейін, мысалы университет іздегеннен сіз ізденіңіз, еңбектеніңіз, содан қалай деген сұрақ ол деген бір күнде шешіп тастауға болады да, негізі қатты кіріссең. Сол, егер Америкаға түсем, шетелде оқимын деген адамдар болса, комментарияға жазсын, дайректке жазсын. Жалпы осы қысқаша келесі бөлімде Америкаға түскеннен кейінгі қызықтарды айтатын болам. Жаңағыдай шок болған кездерді айтатын болам. Жалпы Америкада қызықтарды жалғастыратын боламыз. Үйренеріміз көп. Пайдалы болды деген ниеттемін. Сау, саламатта болыңыздар.